интеллигенцияның ішіндегі лжи интеллигенция вот это. Солар баспаған. Нағыз интеллигенттерді бұлар жойды. 30 жыл Назарбаевтың эпохасында настоящий интеллигенттер, самый последний интеллигент, наверное, Мұхтар Мағауин. Ол әйтеуір ана жаққа кетіп қалып, Америкада өлді. Добрый день. У нас сегодня очень интересный собеседник. Я бы даже сказала его легендарной фигурой, Ерлан Төлеутай. Это очень известный аниматор, по крайней мере, один из главных сподвижников развития анимации в Казахстане. Певец, актер. Но самое главное, я всегда, когда мы встречаемся, я просто наслаждаюсь его казахским языком. Поэтому спойлер, я буду сегодня, наверное, задавать вопросы на русском языке, а Ереке будет отвечать, наверное, главным образом на казахском языке. Я думаю, что это как раз могло бы стать началом диалога между нашей казахоязычной и русскоязычной интеллигенцией, диалога, который, как вы в ближайшее время убедитесь, сейчас нам очень необходим. Ерлан, сәлеметсіз бе? Өте қуаныштымын сізді. Вот ваш фильм «Абель», его почему-то еще говорят Авель, да, такое библейское имя, получил три гран-при на международном кинофестивале во Франции. Это и гран-при жюри, и гран-при профессионалов, и гран-при. Это, на самом деле это такой оглушительный успех. Да. Обычно, когда это происходит, вас встречают с лентами, там, с фанфарами, с цветами. Как вас встретила Родина? Оценили ваш успех? Поблагодарили ли вашу творческую команду за эту победу? Алдымен сізге мен ризашылығымды білдіремін шақырғаныңызға. Ал енді ол жөнінде айтсақ, ешкім тоқтаған жоқ. Неге? Білмеймін. Біз аэропорттан ұшып келдік қой. Франциядан. Сосын түнде келдік та. Содан кейін заттарымызды күтіп сөйтіп отырғанда бір спортсмендер келіп жатыр да енді. Біз білмей қалдық, бір музыка ойнап жаңағы бірдеме деген бір популярный музыка бар ғой. Қазақ болып тумағанда не терем деймін вот это. Соны жаңа ойнап айғай шу болып кетті, қарасақ жаңа бір спортсмендер келіп жатыр да енді. Тумен жаңа қарсылап жатыр да, жаңа Елжан режиссер екеуміз бүйтіп қарап отырмыз да, вот өмір солардікі міне. Спортсмен болу керек еді. Бізді ешкім білген де жоқ қой, біз келдік, содан кейін ешкім тұтаған жоқ. Даже ешкім білмей де қалды енді. Енді жыламаған балаға емшек бермейді ғой, өзіңіз нетпейсіз бе, өзіңіз? Жоқ, сосын енді мен Фейсбукке жаздым ғой енді. Сосын енді Фейсбуктен құттықтап жатыр, енді танитын дос-жарандар. Басқа енді біз бірінші киноның қолдау орталығынан күтеміз ғой, өйткені фильм солардық қой. Ұлттық киноның қолдау орталығы. Олар үнсіз қазақ фильм енді ол туындысы ғой есептеледі. Олар үнсіз. Сосын неше күн тостық. Сосын жаңа біздің да съемкаларымыз бар енді осы фильм жөнінде қазақстандық прокатқа осы жазда шығарамыз деп отырмыз ғой. Соған бізге да съемка жасау керек әлі бұл фильмді. Сосын енді режиссер екеуміз ақылдаспай құрсын енді әлгі сөз бар ғой әлгі. Если Магомед не идет горе, а горе идет к Магомету. Да, идет Магомед. Біз бірайық. Деп сол Айдар Омаров уақытша бастықпен сөйлесейік. Сон барсақ, бірақ алдында мынандай әңгіме естілді. Менің фотомда Айдар Омаров қазақпен күліп қойыпты. Жаңағындай кіргізбеңдер деп. Сосын таң қалдым, мен жынды ма мынау деп жаңағы. Соны маған киногерлер одағының төрағасы барған екен, Адай Әбелдинов. Барса мен фотом тұр дейді жаңағы. Разыскивается опасный преступник деген сияқты. Бай әділдік болып жүрдім. Тура сондай дейді да жаңа. Содан соны таң қалдым да, біз мынандай жақты, мынандай немен келіп жатырмыз. Олар алдын-ала мынандай не істеп жатыр. Не де болса барып критик деген мен ойладым, мен жоқ енді кішкене
ойланады ғой енді. Енді соншалықты ақымақ емес қой енді. Сол кірсек, ана охрана бөгеді енді, сіздерге кіргізбесін деп айтқан деп. Оның бәрі мен физикке салдым, енді оның бәрі халыққа белгілі. Сол кезде мына нені түсіріп алдық сол моментті. Өйткені мен таң қалдым. Содан кіре алмай қайттық қой. Содан кейін сонымен қалды. Не олардан хабар болған жоқ. Не мына ГСМПК-дан хабар болған жоқ. Сосын Адай Абелдинов өзінің фейсбук парақшасында жазды, осындай болып жатыр. Тіпті құттықтауға жарамады деп. Сонан кейін олар ана кішкентай поздравление беріпті да. Сонда біздің атымызды да жазбайды енді. Абел получил осындай гран-при бірдеме деген сияқты. Сондай бір скромный бүйтіп жазып қойыпты. Мен осы ғана. Негізі бұрын бұл кинофестивальдан жеңіп қайтқаннан кейін, енді ол өте сирек оқиға ғой. Мынандай 3 бірдей приз алып, енді ол қазақ фильм тарихында бірінші рет бас приздарды бәрін жинап, енді сол негізі 3 бәйге ғой, жинап алып кету деген. Бұл енді болмаған оқиға. Сенсациялы оқиға деуге болады. Бұлар жаңағындай жасайды, нені жауып тастайды. Барлық. Сонда айтайын деген, сонда аналар енді сонымен құтылды мынандай немен. Бұрын не болатын айтпақшында айтайын дегенім. Бұрын жеңімпазды аэропорттан қарсы алады. Қазақфильм машина бөледі, жаңа гүлмен, сосын оны Қазақфильм президенті коллективалында құттықтайды, жаңағындай керемет жақсы сөздер айтылады. Премия береді. Сосын оны министр қабылдайды. Сөйтіп өзі бір не болатын, сондай бір лайықты құрмет болатын. Мына керісінше бұл бір керісінше бір антидүние болды мынаның бәрі. Соған қарағанда енді бұл бұлардікі таза бір, енді бұлар киношниктер емес қой. Акиматтан келген балалар. Бұларда қарапайым кісілік жоқ. Мен айтам ғой, сендерде благородство жоқ деп. Енді орысша айтам әрине. У вас нету благородства деп. Өйткені сондай күйік адамдар. Это абсолютно безграмотные, абсолютно жаңағы мәдениеттен жұрдай. Тіпті мына қарапайым адамгершілік жоқ. Өйткені олар бір технический саланың өкілдері. Жаңағы өткенде мына не шықты, біз жарияладық. Сонда жаңа Айдар Омаров та, оның орынбасары Әсет Ерназаров та внутренний аудиттің заключениесі бар екен. Айда Балаевға жазылған. Что они не соответствуют занимаемой должности деген. Көрдіңіз ба? Соны ұстап отыр ғой Балаева. Көрдіңіз ба? Получается, все-таки фильм создан при поддержке государства. 100%. 100%. И тем не менее не хотят ваш успех признать, да? Но у меня единственное объяснение, что это ваш конфликт с руководством Казахтелекома. Вы бунтарь. Что там греха таить? Вы там главный бунтарь на Казахфильме. Может, это просто личные счеты? Но тогда министерство, наверное, должно было дать команду. Это, в конце концов, мне кажется, надо сказать, какое-то внутреннее благородство должно быть. Значит, мухи отдельно, котлеты отдельно. Да? Личные счеты отдельно. Успех страны на международной арене – это отдельно. Енді мен өзімді бунтармын деп айта алмаймын. Мен енді өте момын адаммын. Мен тіпті бірақ олар мен еріксіз бунтар жасады. Вот заставили. Мен олар жазығым не. Мен жұмысымды адал істеймін. Қазақфильмде қаншама жыл жұмыс істеп жатырмын. Үлкен тарихи фильмдердің бәрінің сценарийін жаздым. 1000 баладан бастап бәрінде редактор болдым. Мына қазақ қандағы үлкен фильмдердің бәрін мен сценарийін жаздым, диалогтарын жаздым. Тіпті Ұлы Дала таңына дейін, мысалы, мен қатысып, сол мен жаздым. Бүкіл диалогтар менікі. Даже Томирис деген фильмнің өзін қазақшаға аударған мен. Мысалы деймін. Өйткені ақыр сол фильмдер бәрі маған қайтып келеді.
неге осы тарихи фильмдердің үлкен ұлы проектілердің бәріне қатыстым. Денсаулығымды бәрін бердім. Анау съемочный площадкада жүріп көрмегеніміз жоқ. Қыста, жазда анимацияны мен қайтадан құрдым. Мына анимацияның қазіргі осы деңгейге жетуіне енді менің еңбегім, оны ешкім жоққа шығара алмайды. Өйткені мен сол кезде кәдімгідей жұмыс істедім. Мына жастардың бәрін алып келген мен. Қазір мынау шетелдерден бәйге алды ғой, біздің мына бас бәйге алып жатыр мына біздің анимациялық фильмдер. Сол бәрі осы біздің қазақ анимациядан шыққан жас режиссерлер. Документальный фильмдерге мен қаншама үлес қостым, өзім қаншамасын түсірдім, қаншамасын жаздым. Мен осы қазақ фильмде жүздеген проектіде менің үлесім бар. Және олардың сәтті болуына мен адал қызмет етіп келе жатқан адаммын. Бірақ мен мына әділетсіздікке, бірақ менің кемшілігім, енді кемшілік тұрғансам, менің бірақ кемшілігім, мен әділетсіздікке төзбеймін, бірден айтамын, оларың болмайды деп. Сосын олар конфликт содан басталады. Олар мына әр нәрсенің последствиясын білмейді. Олар мына жойғыш күштер, қиратушы. Прям жаңағы бір нәрсені разрушать етуге құмар. Жаңағы қазір мына креативный индустрия деп жатыр. Мысалы мен креативный индустрияға қарсымын. Мына Айдабалаева күнде креативный бірдеме, креативный сонда. Өнер креативный индустрияға жатпайды. Өнерге тишина керек, өнерге тыныштық керек. Өнерді надо лелейді. Енді ол да креативный индустрияға. Өнер креативный индустрияға кіреді ғой. Сізге де жақсы, салықтары төмен болады. Жоқ, біз кіре алмаймыз, біз государственный учреждениеміз. Оларда ондай не жоқ, онда частный болуыңыз керексіз. Бірақ солар бізді сол креативный индустрияға біз қазақ фильм, қазақ анимация кіре алмаймыз. Ондай положение жоқ. Өйткені біз государственный компаниямыз. Бізде жазып тұр национальный компания қазақ фильм. Оның құрамында қазақ анимация бар. Оның бәрі мемлекеттің 100% қарамағындағы компания. А ол қалай оған кіреді? Көрдіңіз бе? Ну, не с точки зрения собственности, а с точки зрения, в принципе, вообще развития. То есть считается, почему креативная индустрия хорошая вещь, да? Потому что это самый дешевый и благородный способ зайти на международный рынок. И в том числе и начать зарабатывать. Вот знаете, я вижу такой парадокс. Да? С одной стороны, вы говорите, что казанимация должна развиваться, кино должно развиваться и так далее, но при этом вы требуете денег от государства. Вы говорите, что это должно быть 100% государство должно финансировать. Государство пытается от вас избавиться. В каком смысле? В том смысле, что оно говорит, научитесь самостоятельно зарабатывать деньги. Вот во всем мире нет такого понятия, как госзаказ. Ну, во всем цивилизованном мире. И вот я так думаю, это моя гипотеза. Да? Ну, давайте зарабатывайте деньги сами. Что вы вот все время там требуете от государства деньги? Выходите в рынок. Вот что вы ответите на такой аргумент? Мен сізге жауап берейін. Біз кішкентай ұлтпыз. Малая нация дейді ғой. Имам Шәмілдің айтқаны бар. Кішкентай ұлтқа үлкен қанжар керек дейді. Көрдіңіз бе? Біздің үлкен қанжарымыз осы өнер, кино, әдебиет еді. Бірақ біздің ұлт оны мына креативный индустрия жасағанда қаржыландыратын мүмкіншілігі жоқ. Мен сізге айтайын, ана алпауыт елдер істей алады. Оларда олигархтар бар, оларда үлкен мәдениетті адамдар бар. Мысалы, мені бір олигарх құттықтаған жоқ қой. Мысалы, деймін да. Көрдіңіз бе? Ана национальный самосознание деген өте төмен бізде. Көрдіңіз бе? Ол үшін енді соның өзі көп нәрсені аңғарту керек. Сосын мысалы мына креативный индустрияның әр жағында жүргендердің кім екенін білем да? Ылғалаяқтар. Мысалы олар өздері біздің қазақ фильмдерде жұмыс істеді, мен олардың бәрін білем. Өйткені мен олардың ойларын оқи алатын деңгейге жеттім. Қайда бір жатыр? Куда это идет? Сонда мысалы креативный индустрияның басы қасында жүрген Ернар деген жігіт барды. Қазір фамилиясы есіме түспей отыр. Мысалы ол Алматы қалалық әкімшілігінде осы мәдениет саласында қызмет етті.
бір ауыз қазақша білмейді, бір эфирге шығып қазақша сөйлей алмай, ел шулап, содан шығып кеткен. Ернар Құрмашев деген. Бұл сондай көптеген проекттердің басына су құйып жүреді. Осы креативный индустрияның әр жағында осы топ тұр. Көрдіңіз бе? Олар ертең ана ақшаны тағы мемлекеттен алайын деп отыр ғой. Сонда оған ол өзі табады дейсіз ба жекеменшік компаниялардан? Жоқ, олардың креативный индустриясы тағы да сол мемлекет ұстап. Сосын ол ақшаны сіз білмейсіз. Сосын ол өзі ана қазақ тілін ештеңе білмегендіктен жаңағы анимацияңызды бір күнде жоқ қылады. Оны неше түрлі жинап алады жаңағы. Түк түсінбейтін рөлдерді. Мына қазіргі оқиғалар, мен постым жаздым ғой, поп келіп жатыр, профсоюздің бастығымын деп. Анау Иван Ардашов деген білмеймін өзі не адам екен, мысалы солар, көрдіңіз ба? Сөйтіп, сондай бір анимация деген не? Ол ұлттық дүниетаным, ол мифология, ол деген ертегілер әлемі, ол деген балалардың әлемі, ол қазақ балалардың әлемі. Оған біз жат күштерді кіргізе алмаймыз ғой. Ертең олар бәрін лайлайды. Біз оны әзер былай ұстап отырмыз. Сондықтан анимация деген өзі сіз ойламаңыз. Бұл әлемде кино индустриясы дамыған керемет мемлекеттер бар, мысалы, бірақ оларда анимация жоқ. Өйткені анимация өзін ешқашан ақтамайтын біледі. Анимация Disney, мысалы, ол әлемдік компания. Ал Қытай мемлекет өзі істеп отыр. Жапонияда да солай. Ресейде Путин союз мультфильмді, анау кімдер хитрюктердің заманынан келатқан үлкен не ғой енді олардың Ресейдің анимациясы күшті. Соған 50 миллион ба доллар берді. Союз мультфильмді жайнатып қойды. Путин, көрдіңіз ба? Ал енді, мысалы, Египет, мысалы, үлкен мемлекеттердің бір жылына 70 фильмге дейін түсіріледі. Бірақ бірде-бір анимация түсіре алмайды. Біздің посткеңестік елдердің барлық анимациясынан айырылып қалды. Көрдіңіз ба? Сондықтан бұл мына анимация деген ол мемлекеттің қарамағында болу керек. Өйткені ол ақша таппайтын нәрсе. Біз мына қазір балапанды қарап отырыңызшы, реклама жасайды. Ана немерелер көрмейді. Ана келетеді да реклама жасап береді. Келетеді реклама жасап береді. Бұны балалардың киносын саудалауға болмайды. Негізі мен соны айтайын. Ол коммерцияға жатпайды. Сол тұрғыдан келу керек. Менің ойымша. Өйткені креативный индустрия деген, бізде креативный индустрия деген ол кезек науқанның бірі ғана, ал өнер мәңгілік. Көрдіңіз, мен соны анық білемін. Өйткені бізде ондай тұлғалар жоқ. Барлығының ойыны ақша жасау. Жаңағы подшумок дейді ғой, подшумок осындай ұрандарды көтереді, разувает, жаңағы общественность үйтіп жатырмыз, бүйтіп жатырмыз, ондай ұрандардың біз талайын көрдік. Это бәрі сәтсіздікке ұшырады. Тек осындай мына қазір мына фундаментальный тұр ғой мына қазақ анимация, 57 жыл тарихы бар. Соны біз бұзып алмауымыз керек. Сол жерде тұру керек. Оның өзінің традициясы бар. Оның өзінің оны құртуға болмайды. Но вот сейчас они собираются перевести казанимацию в Астану. Почему вы против? Какая разница? Алматыда болсын, Астанада болсын. Сіз Астанаға барыңыз, сол казанимацию будете дальше вести? Нет, там же мына бездомный болады да ол. Ол жақта бір анимация ашық қойыпты. Бірақ ана өне бір қыз бала айтып отыр, сол адреске барса ештеңе жоқ дейді. Сосын бір осындай бір комната ашық қояды, соны қазақ анимация деп айтады. Болды. А зачем они это делают тогда? Зачем? Вот чем они это? Олар былай ғой. Какие причины? Работает худо-бедно, и пусть дальше работает. Мен сізге айтайын. Олар анимацияны көшіріп жатқаны, мына қазақ фильмінің жерін сату мәселесі тұр. Былтыр шу болды ғой, Рысқұл 101-ді сатамыз деп, біз оны документтарын ұстап алып, шу көтеріп, қымбат жері. Мына қазіргі қазақ фильм тұрған аумақ 17 гектар 800 миллион доллар тұрады. Ол 2000 жылдардан бері қазақ фильмінің жерін саудаға салу көтеріліп кетті. Құлбаев алмақшы болды. Қазақ фильмі ол кезде көтеріліп бермей қалды. Ол кезде үлкен еді ғой қазақ фильмде. Тұлғалар көп болды. Содан кейін Назарбаевтың мынау 6 бөлімнен тұратын үлкен эпопея десе де болады, енді басталып кетті ғой. Балалық шағым аспаннан басталып 6 фильм сүртті 10 жыл. 10 жылда бір передышка болды да. Қазақ фильм жаңағы тисе қойған жоқ. Өйткені Назарбаевтың фильмі сүріп болды. Сөйтіп біз рахаттанып жүрдік.
10 жыл әйтеуір тиіскен жоқ. Қалай Назарбаевтың фильмі бітті, қайтадан Әлия Назарбаеваның компаниясы басталды. Онда да біз осылай айғайлап шулап бермей қалдық. Одан кейін мына 19 жылы Назарбаев өзі кетті. Содан кейін Тоқаев келді да тимеңдер деді. Олар тоқтай қалды. Енді одан кейін тағы бір бастайын деп жатқанда қаңтар болып кетті. Содан кейін олар қазіргі президенттен қорқып қалды, жазалайды деп үнсіз қалды. Бірақ былтырдан бері олар қазіргі президенттің жуас деп ойлай ма, ол сізден қорықпайды деуге болады енді. Қазір сол компаниялар қайтадан басталып жатыр. Көрдіңіз ба? Сөйтіп енді Министерство культуры отрицает же, что нет таких. Жоқ, енді ол айта береді, олар айта береді. Бұл да әкімшілік. Өйткені қазір мен сізге айтайын, Қазақфильмде мынандай не жүріп жатыр да, 5 гектар жерін алып қойған Алматы әкімшілігі балансында. Тоқаев бер деп айтты, берген жоқ әлі. Былтыр мына Рысқұлова 101-дегі жерімізді Алматы қаласының әкімшілігінің балансын алып қоймақшы болды. Сосын аварийный состояние деп сатып жүрмекші болды. Сосын әңгімелер жүрді, Қазақфильмді де әкімшіліктің балансын алып, ремонт жасап қайтып береміз деген. Осының бәрі сізге не айтады? Өйткені мен де соны естігемін. Иә, көрдіңіз ба? Сөйтіп біз оның бәріне, сонда осыларға қарсы тұрып отырған кімдер? Жалғыз-ақ қазақ анимация. Міне біз шығамыз, өйткені қалған мына Айдар Омаровтар қалғандардың бәрін құртты. Бізде документальный кино деген болды, көркем фильм деген болды, дебютный фильм деген болды, қазақ анимация. Осы 4 киттің үстінде тұр ғой енді. Қазақ фильм. Соның үшеуі жоқ қазір. Ана жерде бір режиссер таба алмайсыз. Бір сценарист жоқ. Бір творческий адам жоқ. Қазақ анимацияны біз сақталып отырмыз. Өзіміздің осы жанкештілігімізбен. Жаңағы әйтеуір алдымызға келген істеп, артымызға келген теуіп, осылай біз қазақ анимацияны сақтап қалдық. Өткенде мына қазақ фильмді сатып жерге жатқанда біз тағы да бас көтердік. Сосын енді олар ойлап отыр. Не істейміз? Біз Айдар Омаровқа кетті деп жатырмыз. Алдында кімді кетірдік? Азамат Сатыбал деген жігіт. Ол да қырып кете жаздады келіп. Енді жұмыс істеп көрмеген жігіттер ғой, келеді бізге бастық қояды. Олар жаңағындай білмеймін енді. Адам танымай кетеді. Сосын олардың бәрі шығарып жатырмыз. Бар, айналайын болды деп жаңа. Енді мынау уақытша бастықтар жібермейді. Осы уақытша бастықтар олар тарих алдында жауапкершілік жоқ қой. Они несет историческая ответственность. Қолды қояды, олар ешкім танымайды қазақ қоғамы. Білесіз бе? Сосын оларға әдейі ұстап отыр. Сосын енді олар істейді. Мынаның бәрін істейін десе, біз күнде аңдып отырамыз. Ананы да тексеріп отырамыз. Жаңағы адам жіберіп, анау адамдар аман ба ана жерде? Рысқұлов көшесі аман ба? Мына жақта не болып жатыр? Анау министерстводағы адамдарымыз звондап, сендерде не хабар? Ана Балаева бірдемені білдіріп жатқан жоқ па? Айтыңдар тезірек. Сосын енді олардан жан-жақтан хабар алып отырамыз. Жаңа осындай болып жатыр деп. Сосын соның бәрі расқа айналады, сол қауесеттердің бәрі. Сонда олар былай істейін деп отыр, енді мен сізге айтайын. Қазақ анимацияны неге ол бір қазақ анимацияны жақсы көріп дамытайын деп жатқан жоқ. Олар қазақ анимацияны Астанаға көшіріп жүреді да, бізді мына жерде жұмыссыз қалдырады. Біз енді үлкен коллектив ғой, өте сплоченный. Қанша адамсыз? Бізде енді штатта біз 15, енді әрі кетсе 18 адам боламыз жылда бізде сондай штат. Бірақ мен сізге айтайын, Алматының өзінде 39 анимациялық компания бар. Соның бәріне біз жұмыс береміз. Және ең талант деген режиссерларға береміз. Оның өзін біз былай бере салмаймыз. Оның өзінде жаңа кәдімгі комиссия болады, сценарийлерді қараймыз мұқият, бүкіл мына профессионалдардың бәрін шақырамыз. Алардың дебютный проектлерін қараймыз, қолынан келеме сөйтіп, ең мықты дегеніне береміз. Соның өзінде 39 компания бізбен жұмыс істейді. Мысалы, мен сізге айтайын, сонда біз есептеді 39 компания, Шымкентте 3 компания бар. Шымкентте өте мықты, бізде Сақ деген компания бар. Түркістанда 1 компания бар. Тіпті біз мынау региондарды дамытайық деп Петропавловскіден 1 компанияға, анау Қызылжарға, содан 1 компанияға көмектесіп жүрдік енді, жаңа проекті беріп алсын, солар дамысын деп. Астанада 5 компания бар. Сонда процентке шыққанда
компаниялардың 82% Алматыда. Жаңағы 10% Астанада, 5% мына Түркістан облысында. 1% жаңа неде дегендей. Петропавловск дегендей. Сонда енді 82% осында бүкіл анимациялық негізгі күштердің бар осында шоғырландырылған. Бізде мына жүргеніпте бәрі аниматорлар дайындайтын академияға дейін бар. Бәрі осы жерде бұл бір анимациялық қала. Енді сонда олар не істейді? Мына қазақ анимацияны ана жаққа қалып кетсе, Ерлан Төлеутайдан құтылады. Негізгі жаңа бунтар деп отырсыз ба? Адай Әбелдиновтен құтылады. Осы қазақ анимацияның басты қасындағы негізгі ұйымдастырушы, мына жұмысты жүйеге қоюшы негізгі тұлғалардан құтылады. Сонда мына жерде анимация кетсе, қазақ фильм бос қалады. Оны қорғайтын әскер жоқ. Біз енді әскер болып тұрмыз қазір, қазақ фильмді қорғайтын. Ол рахат, содан олар мына қазақ фильмге ойына келгенін істейді. Өйткені аның ішінде ешкім жоқ қазір. Сонда қазіргі кезде мына Қарлашқа айтайын. Қазақ фильмде вот происходит мына ұлттық компания, ұлттық компания Шәкен Айманов атындағы қазақ фильм ұлттық компаниясы деп жазылып тұр. Национальный компания. Ол аты ғана, ұлттық түгін қалдырған жоқ. Сонда қазір происходит денационализация қазақ фильмі. Территориализация деп айтуға бола ма? Территорияны алып жатыр. 5 гектар кетті. Қазір 12 гектар ма? Қалды. Оған көз тігіп отыр. Деморализация болып жатыр. Ана Атабаев деген режиссерді білесіз ғой? Конечно. Сол кісі Көшкін деген, Лавина деген спектакль қойды. Мінекей, біздің қазақ фильм жағдайы сол Атабаевтың спектакліне ұқсайды да, ана түріктің атақты мына драматургының жазғаны ғой енді. Сонда білесіз ғой, бір ауылдың, таудың етеген бір ауыл тұрады. Содан жаңағы ауылдың ақсақалдар айтады, анау қатты сөйлемеңдер, қатты сөйлесеңдер, анау көшкін көшет, ауыл қардың астына қалады деп. Сосын ана енді 9 ай қар бар, 3 ай жазда қатты сөйлеп қуанып алады халық, 9 ай үнсіз отырады. Сосын ана екі қабат әйелдерді жаңағы босанатын кезде, оның да жаңағы бала жылап қоймасын деп, оны да бір жаққа жібереді әйтеуір. Содан бір әйелдің толғағы ерте келіп қалады ғой енді. 7 айлық бола ма, 6 айлық бола ма. Сонан ауылдың ақсақалдар айтады ғой. Давайте мынаны тірідей көміп әйелді. Баласын тумасын, ана көшкін астына аламыз деп. Сосын күйеуі көнбейді ғой. Жоқ енді обалы ғой менің әйелімді қалай жаңағы. Содан жаңағы төбелес болып ана аспанға аты мылтық жүреді. Сосын бәрі көшкін тосып бүйтіп қалады ғой. Сөйтсе көшкін жоқ, бәрі өтірік. Міне қазір деморализация деп отырғанымыз сол. Қазақ фильмге барсаңыз, бәрібір шепотпен сөйлеседі да. Шепотпен. Ана настолько ана тиран, ана кім екеуі? Айдар Омаров пен Әсет Ерназаров деген. Ана Әсет Ерназаров деген бір невинный бір бала сияқты қарасаң. Бірақ аналар қорқады, ойбай дейді. Анау Айдар Омаровтан анау өткен дейді. Маған енді менің енді коллегаларым ғой, сонда айтты. Анау деген өте сұмпай, анау сұмпай. Сонда ана сосын, мысалы мен келе атам ғой, бәрі комитеттеріне кіріп кетеді. Менің өзімді коллективім, мына қазақ фильмдегі. Көрдіңіз ба? Сұмдық қой. Сонда мен, десем, аналар кіріп кетеді. Өйткені ана менімен сөйлесіп қойған аналар Әсет Ерназаров пен анау Айдар Омаров көріп қойса, ана жұмыстан шығарып жібереді. Бәрі өзінің жұмыс орнын айырылмаудың қамын ойлайды. Сонда мен былай жүремін қазақ фильмде. Сосын менің артында ана жерде мына охраналар жүреді да, жаңағыдай. Прямо наблюдает жаңағы мен келсем. Сосын қолдармен рациялармен жаңағы мен қайда баратырмын. Соны мен бағып, мен бір қазақ фильмге кірсе мен бағады. Енді қазір кіргізіп жатыр ғой, көрдің ба? Мінекей сонда жаңағы деморализация деп тұрғаным сол ғой. Сонда ана тура ана Атабаевтың спектакліндей мертвая тишина, адамдар шепотпен сөйлеседі. Міне, көрдіңіз ба? Осы үш жағдайдың үшеуі жүріп жатыр. Бұрын қандай еді қазақ фильм деген? Ой, ылғи бір тұлғалар жаңағы Асан ағамыздан бастап, Нұржаман Тынбаевтар, Сатыбалды Нарымбетов, бәрі жүреді. Студенттер келіп жатады. Анау кісілерге сәлем беріп жатады. Бір жай қарапайым адамдар кіріп шығып, тамашалап,
студент ана жазушылар жүреді ол жерде, бір мамыржай, бір творчестволық бір керемет бір не аура болатын жаңағындай. Адамдар анаған кіргенде демалатын. А қазір ол абақты, кәдімгідей режимный объект айналып кетті. Вообще, знаете, во всем этом я вижу большой конфликт между Министерством культуры и культурной, и самой культурой, да, Да. Деятелями культуры. Потому что, к сожалению, дня не проходит, чтобы ко мне не приходили писатели, поэты, художники, архитекторы, режиссеры, и которые бы не жаловались, как им тяжело, что они выживают, что у них нет поддержки и так далее. Но тем более, что Министерство культуры, это какие-то были бесконечные скандалы. Там у нас сколько министров культуры поменялось, там одного посадили, третий там сам ушел. Ну, в общем, это какие-то тоже вот сфера культуры, это какой-то бесконечный квест, да? Ну, почему они молчат деген сөз туды да, ана интеллигенция молчит же. Вот да, происходит. Вот я как раз про то, что мне кажется, что Казахфильм это маленькое олицетворение лавины только вообще в культурной среде. И я боюсь, что в итоге это выльется в конфликт. Вообще, даже в СССР никогда не ссорились с интеллигенцией. Да, да. Ее поэтому там гнилой называют, да? Да, да. Вот. Как вы думаете, вообще, вы согласны с тем, что сейчас идет какой-то вот такой... Он тлел всегда. Это было всегда противостояние между Министерством культуры и деятелями культуры. Но сейчас, мне кажется, он становится все более острым и открытым. К чему это может привести? Это хаос болады. Бұның аяғы жақсы болмайды, өйткені мына министр, вот мына қазіргі министр, мына Аида Балаева, біз ойладық, вот Арыстан Мұхамедиұлы болғанда уже хуже не будет деп, вот осы край деп. Жаңағы, это самые вот черные дни дейміз ба, бір қаралы күндер болды. Енді қазір қарап отырмыз. Қазір мына Арыстан Мұхамедиұлы келсе, құшақтай алайын деп отырмыз. Это одан өтіп кетті. Мына Балаеваның істеп отырғаны, это же сұмдық, это же кошмар. Кошмар етіп жатыр интеллигенцияны. Консерваторияны көрдіңіз ба? Істеп жатыр. Біреуін алады, біреуін қояды жаңағы. Ана Күләш Байсейітовтің атын берді. Неге? Астанадағы. Ректор біреу кетеді, біреу келеді. Әлі күнге дейін ушу коллективтер. О бейшаралар оны айта алмайды. Біз әйтеуір қазақ анимация жаңағы әбден мына майдан кешіп үйренгенбіз ғой енді. Бұл жерде бәрінің қалам қайраты бар, бәрі жазылады, бәрі сценаристер жаңағы. Сосын өте характері бар жігіттер жаңағы енді біледі. А олар өз ішінде күңкілдейді де қояды. Сонда бүкіл культураның мына біздің сферасында деморализация жүріп жатыр. Ойларына келген істеп жатыр. Сосын олар жаңағы мына билік, мына мәдени билік бар ғой енді. Не билік деп айтпайық. Осы мәдени биліктің постылар бар, соның бәрін басып алған. Мен жаздым, олар бандиттер деп. Это натуральные бандиты. Но у меня тогда логичный вопрос возникает. Почему? Это же все-таки интеллигенция, это же все-таки культура, да? Почему люди молчат? Почему наша интеллигенция не объединится? Почему она говорит только... Вот, я пытаюсь вот просто на позицию министерства встать и сказать, а что они? Их просто покупают. Кого-то покупают, кого-то затыкают, кого-то запугивают. Но вы же на то и интеллигенция, вы же на то элита нации. Почему вы не объединитесь? Потому все вместо того, чтобы объединиться, все друг с другом грызутся, бір-бірін жамандап, бір-бірін нетіп. Вот объясните мне, ну, ведь даже, еще раз говорю, даже в советское время интеллигенция была очень серьезной и влиятельной силой. Ну, тогда у интеллигенции денег было, гонорары получали.
А сейчас мы сколько пишем книг, өзіміз сатып аламыз ғой. Мы не получаем гонорары. Бедная интеллигенция выживает. Соны ананың бәріне не қойып тастаған, гран қойып тастаған ғой. Әйтеуір қылмаса болды. Сосын қазір анау жыл сайын мен мына жазушыларды аяймын. Вот жазушыларға мен мына жазушылар одағына мүше болмадым да. Маған айтты, неге мүшем жоқ деймін. Оказывается, оларға тыныш жүрген үшін Алматы әкімшілігі в конце года там раздает по 500 тысяч тенге. А кто бірдеме деп қойды, писал или что, не получает это 500 тысяч тенге. Это же сундук. Ну, надо, наверное, торговаться, объединяться, создавать смыслы. Вот мы, но как-то... мы стараемся объединяться, да, но не получается. Вот мы против вышли, да, вот эта ситуацияға. Астана Әшімов сам сказал, үлкен біздің енді метр, да, ол айтты, давайте қатшы заяқ. Бізде анау конференция бар ғой өзіміздің, территория кино деген қазақ фильмі, сонда жиналдық. Астана Әшімов ағамыз өзі отыр төрді, істейміз енді мынау масқара. Давайте Тоқаевқа қатшы жазамыз, мен қол қоямын, Дулат Исабеков қол қояды, Нұржамал Ақтымбаев қол қойсын, там Досқан жолдасынып, екі еңбек ері, екі халық жазушысы, там лауреат госпремия дегендей. Сосын енді жазып, қатты қол қойды ғой. Қараңыз, интеллигенцияның түрін қараңыз. Сосын шу болып жатыр. Анау хат бәрі пресстаға шықты. На следующий день Асанәлі ағамыз отказывается. Мен қол қойған жоқпын. И Абай KZ интервью береді. Ну, это все подстава ғой енді. Анау Балаева келіп айтқан, неге қоясыз? Сосын ол кісі мен қойған жоқпын деген. Қоймасаңыз интервью беріңіз. Интервью берді. Асанәлі қойған жоқ деп шулатты. Дулат Исабеков марқұм ағамызден жаман айтпаймыз. Үйіне барып кіріп шығып, фотоға түсіп, оны желіге салып, сөйтіп, мінекей мыналар қойған жоқ деп. Міне біздің интеллигенция сөйтеді. Ну, тогда она заслуживает к себе такого отношения? Ну, енді ол жерде сіз рас айтасыз. Они еще заслуживают больше. Оларды аямау керек. Көрдіңіз ба? Сол настоящий интеллигенттер қалсын. Қазір олар, анау, олардың ішіндегі, интеллигенцияның ішіндегі лжи интеллигенция вот этот. Солар баспаған. А нағыз интеллигенттерді бұлар жойды. 30 жыл Назарбаевтың эпохасында настоящий интеллигенттер, самый последний интеллигент, наверное, Мұхтар Мағауин. Ол әйтеуір ана жаққа кетіп қалып, Америкада өлді. Вот протест сол. Бәрі айтады ғой. Вы знаете, это то, что сейчас происходит, некоторые называют культурным геноцидом. Это страшно. Это страшно в первую очередь для самой власти. Никто, ни короли, ни ханы никогда этого не делали, потому что понимали, что это очень плохо может кончиться. Но вы знаете, мне кажется, что одна из, в том числе, может быть, я ошибаюсь, но в том числе приемов, да, это вот этот конфликт между казахоязычной и русскоязычной интеллигенцией. Қазақтар бір-бірімен салысып, у них все силы уходят на то, чтобы уничтожить друг друга. И в лучшем случае они начинают воевать с русской интеллигенцией. Сендер шала қазақсыңдар, шоқынып кеткенсіңдер, не қазақ емессіңдер, не орыс емессіңдер. Но мне кажется, что сейчас вот эти две группы, да, которые поделены языком, в первую очередь языком, потому что русскоязычная интеллигенция, она же и не только русскоязычная, там она и есть и евреи, и украинцы, и русские, и уйгуры, и кто угодно есть. Вот. И мне кажется, вот терять наше культурное многообразие нельзя. И, может быть, да, нужно приподняться над собственными амбициями, неважно на каком языке. Безусловно, казахский язык, это must have, да, как говорится, да, это не обсуждается. Но нельзя нам сейчас перессориться друг с другом из-за языка и потерять в итоге, я не знаю, кто там, может быть, это громко сказано, но, может быть, даже, я думаю, что не громко, потерять страну, потерять свои культурные корни, потому что мы так исчезнем. Сначала исчезает культура,
потом исчезает государство. иә. Так были уничтожены все, даже империи разрушались тогда, когда уничтожалась культурная основа этих империй. СССР был разрушен именно поэтому. Вот что вы думаете по этому поводу? Может быть, нужно забыть вот эти вот языковые распри, да, и наконец-то объединиться и что-то делать, потому что, ну, я понимаю чиновников, потому что они говорят, ой, қазақтар не дейді оларға тек қана ақша керек, или в крайнем случае их нужно похвалить. И недорого. Вот недорого. Вон 500 тысяч тенге, и все счастливы. Это меньше, чем, не знаю, там, 80 тысяч тенге в месяц. Вот. $200 цена нашей интеллигенции. Ну, А русскоязычная интеллигенция, она, по крайней мере, видите, она инкорпорирована Они в дороже другое пространство. Она дороже продается. продается. Да. И потом она қазақстан умеет... интеллигенция за обесцененно продается. Да. Грамота көрсетсең болады, сатпай Я береді. сол керек, ой, сол жетеді болды. Иә. Я поэтому и говорю, что это нужна юридическая поддержка, финансовая. Нужно правильно сформулировать какую-то вашу, там, не знаю, меморандумы, ваши стратегии, политики. К сожалению, мы все еще, официальная риторика, она все еще русскоязычная. Я понимаю, что это плохо, но рано или поздно это изменится. Но мне кажется, важно сейчас артикулировать свои, и это должны быть грамотны, в том числе на языке законов, на языке концепций, на языке, не знаю, правильных расчетов. Yeah. В конце концов, вот вы говорите, а куда нам пойти? Только государство финансирует. Разработать спонсорские программы для того, чтобы бизнес был заинтересован в развитии меценатства, благотворительности. В конце концов, чтобы они не просто вкладывались, как это вот в кино сейчас происходит. Частный бизнес худо-бедно начал финансировать постановку частного фильма. Вот недавно вышел фильм Акберген на Единой Ильгизе. Они ни копейки не взяли у государства. Молодцы. И вот, ну, худо-бедно они что-то отбивают. Может быть, нужно просто... Мы тоже к этому идем. Просто мына қоғам кішкене ояну керек. Біздің олигархтар дейміз ба, кішкене, вот у нас нету национальный ұлттық олигархтар жоқ. Они немножко, в основном, русскоязычные, сосын, не вникает на қазақ мәдениетінің глубинасына, ештеңесіне бармайды. Бірақ сіз мына жерде көп нәрседе сізбен мен келісемін. Мына орыс тілді интеллигенция бар, қазақ тілді интеллигенция бар, екеуі итпен мысықтай дегеніңізге мен келісемін. Бірақ, что интересно, у нас вот этого нету в казах фильме. У нас и русский, и казахский интеллигенция осындай очень сплоченный. Сосын бізде қазақ фильмде сол ұшында тұр ғой деймін. Бізде қазақ фильмде сосын не жоқ. Вот сейчас многие вот болеют трайбализм деген жоқ. Бізде бәрі, бізде ондайға бөлінбейді. Прям бізде ол ұят болып саналады дейді. Вот мен соған қуанамын. Осының екеуінің жоқтығынан қазақ фильмде осы қазір мына неге қарсылық болып жатыр ғой деймін. Қазіргі мына орнаған система деп жатырмыз ғой, мына мәдениеттегі процесстер бізге қарсы бағытталған. Ал енді мен сізге айтар едім, мына мен өзі орыс интеллигенциясын екіге бөлем. Вот Ильяс Есенберлинді оқығандар, Ильяс Есенберлинді оқымағандар. Өйткені мен таңғалатын дүниелер көрдім да. Ильяс Есенберлинді оқығандар жас кезінде. Оказывается, мына көшпенділер шыққан кезде орысша шықты ғой енді. Сонда бір сол жылдары, енді 71-демесінші жылдары жаңа бум болыпты. Бүкіл Алматы қаласының балалары, сол кездегі школьниктер, мектеп оқушылары, осы кочевникті оқыған екен. Мен солармен әңгімелестім айтады. Мен соны таңғалдым. Осы туралы негізі кино түсіру керек сияқты. Сонда олар айтады, біздің мысалы атым Талғат болса, мен ұялатым дейді да. Менің атым Толя деп айтатын. Қанат болса, Коля там. Болат болса, Буля ма бірдеме. Сөйтіп, өйткені біз ұялатымыз қазақ болуға. Өйткені бізде мұғалімдер айтатын,
казахи чуть ли не первобытные люди, тек қана мал баққан, киіз үйде тұрған, жаңағындай анау болған, мына мәдениет болмаған, жазу болмаған. В общем, соны бізге алатынбыз дейді өзімізге. Содан біз жаңа орысша сөйлейтінбіз, қазақша жек көретінбіз. Сосын жаңа не болған ғой, бум. Ілияс Есенберлиннің кочевникті оқиды, школьниктер. Прям сұмдық болыпты. Мен ол кісілермен кездестірейін сізге кездестіңізсе. Это сұмдық әңгіме. Мен сонда чуть жылап жібере жаздадым. Аналардың не оянғанда. Сонда бір кісі айтады. Олар қазір 60-тан асқан кісілер ғой енді. Сонда мен мамам неде істеуші еді дейді, кітапханада. Содан бір күні кітап әкеп берді дейді, кочевники. Сосын айтты дейді, каникула шықтым как раз. Сосын айтты, балам, сен мына кітапты оқысаң, мен сені таңертеңнен сағат түнгі 11-ге дейін ойнауға жіберемін деп айтты. Бізге не керек? Ойын керек. Сосын енді анау қазақ, Ілияс Есенберлин, кочевники. Сосын ойландым, қазақтар кітап жазса ма? Ну что такое енді? Сосын айтты, балам, енді осыны оқы, сосын маған мазмұнын айтып бересің. Егер оқығанды білсе, мен сені 3 ай бойы неге жіберемін? Данышпан әйелі ғой. Это сол кісіге ескеріш қою керек. Сосын айтады, сосын енді детскийге барып дейді, енді ананы бір бетін енді өтірік оқып жатқам дейді, қарасам дейді, жаңа тартып баратыр. Содан 5 күн бөлмемнен шықпай кітап оқыдым дейді. Достарым балконнан астынан айғайлайды, да шықсайшы ойнайық, анам. Мен айтам, жоқ деп айтам дейді. Сосын 5 күнде бітірдім. Таңертең шықтым, 6-шы күні ана достарым келіп тұр. Қарасам аналар бітпей балалар дейді. Мен аяп кеттім дейді. Мен ана жерде үлкен адаммын дейді. Мен өзім тарихымды білемін. Менде бір гордость пайда болған. Ана көшпендер оқып отырсам, қазақ халқы деген керемет халық екен. Сосын ана кітапты алып шықтым дейді. Сосын аналар жаңағы мазақтап жатыр. Все, казахский не учитаешь деп жаңағы. Сосын ең ішіндегі досыма, ты мой друг деп айттым дейді. Я друг, самый близкий друг, да? Да, самый близкий. На, если ты мой друг, почитай деп бердім дейді ана нені, кітапты. Ана деп жаңағы айттым дейді. Ол кезде достық деген күшті ғой енді. Сосын ол кетті дейді. Тоже бір неделерін ол шығады. Абсолютно другой человек. Одан ол шығады, өзінің досына береді. Осылай, мына, сөйтіп біз мына өзіміз қазақ болып қалыптастық дейді. Атымызда айтатын болды. Ал енді, кто не читал Есенберлина, они как-то вот чужие. Мына Абайды айтпаймын, Абайды оқып түсіне алмайды олар бәрі. Сондай ана, сосын мына мен жалпы біздің интеллигенция, орыс тілді интеллигенция, ғалымдары жақсы, который тарихты оқығандар, музыканы білетіндер, олар өте жақсы. Мен олар ондай достарым көп. Мен оларды кінәлай алмаймын. Олар бізден асқан патриот. Және олардың күресі более продуктивный. Мына орыс тілді интеллигенция өзінің мына халқының мүддесін көздеп күрескенде, у них аудитория большая. Сосын сөздері өтімді. Маған как-то вот Бақытқафу ағам айтып еді, сен кітабыңды орысша аудар деп. Ана несі аудиториясы көбейеді дейді да, мен саған аударып берейін деп. Сонда мен ойланғам, оказывается сол Бақыт ағам сонда дұрыс айтқан екен. Мына орыстың тілі деген әлі күшейіп тұр. Сосын ал енді мен сізге айтайын, мына орыс тілді интеллигенцияның жамандарын айтайын ба? Это чиновники. Вот солар өте қиын болып тұр. Вот қазақ халқына, вот это 162 олигархов, среди них нету казахскоязычных, бәрі орыс тілді. Смотрите, тогда получается, что основная проблема в том, что вы считаете, что элита, элита у нас в основном, тут надо определиться, кто такая элита, да? Хорошо, денег нет, вы говорите, что олигархи наши не говорят на казахском языке, с этим бы я согласилась, и чиновники не говорят. С этим тоже трудно не согласиться, но Астана уже начинает қазақша сөйлеп бастады. Вот, ну, по крайней мере, тырысады. Ну, олар қазақша сөйлегенмен, онда Есенберлин жоқ та? Да, ну, намыстар. Кітап оқымаған қазақтар. Сейчас вот властьта жүрген азаматтар, неде,
Они абсолютно безграмотные люди. Это правда, это правда. Ну, я просто что хочу сказать. Вы посмотрите, всего одна книга Есенберлина изменила сознание целого поколения. Всего одна книга. Я уже не говорю, и примеров тому много и в истории мира, и в истории каждой страны. Есть книги, есть фильмы, которые меняют сознание целого поколения, и которые работают еще десятилетиями. К чему я это говорю? Мы вот готовы быть вот этой площадкой для нашей интеллигенции. Пожалуйста, давайте делать дискуссии. Давайте, вот араласып, это казахша, орысша сөйлеп, давайте начнем друг друга понимать и артикулировать, чего мы хотим. Я прекрасно понимаю. Мен олардың бәрімен араласам. У меня очень много друзей, орыс тілді интеллигенция. Өте тамаша адамдар. Менде оларға жаулық жоқ. Менде мына сіз айтып отырмын, мен творческий интеллигенциямен жақсымын орыс тілді. Ал вот это мына биліктегі, который у власти находится, вот русскоязычная интеллигенция, это не интеллигенция, это қалай айтуға болады енді, наместники, мына не, бұл өте қауіпті. Бұлар мына біздің Қазақстанның тәуелсіздігін осылар құртып жатыр. Біздің мына өйткені жаңа айтып отырмын ғой, гуманитария жоқты да берілмеген олар. Жаңа Есенберлинді оқымаған. Біз Абайды оқы деп бір громкий не айтпай қояқ. Сол Есенберлинді оқыса ғой, мына балалар біздің, жас балалар оқыса, сонда оказывается это какая-то инъекция, мына не. Ну, тогда я думаю, что интеллигенция должна вот эти смыслы перестать друг с другом там воевать, а должна воевать с вот этим бескультурием, вот этой аморальщиной, вот этим ужасом. И для этого, я думаю, нам нужно вот просто вот атмосферу поменять в стране. Я вот уверена, что дело не в экономических программах, не в стратегиях, не в налоговом кодексе, а дело в том, чтобы нужно изменить атмосферу в стране. И эту атмосферу в стране всегда меняет именно творческая интеллигенция. Енді творческий интеллигенцияның көргенін көріп отырсыз ғой. Вот жазығымызде бәрін істеп жатырмыз да. Ана Европаны бір айда аралап, концертта қойдық. Неде де алып жатырмыз. Анау Кореяда да осындай үлкен жетістіктерге жетіп жатырмыз. Пусанда көрдіңіз біздің фильм қандай үлкен не болды. Енді басымыздан ұрып жатыр. Мен сізге бір қызық нәрсе айтқым келеді осы жөнінде. Интеллигенция енді былай ғой, бізде мынау басқарылатын мәдениет. И басқарылғанда вот тотально басқарылады да, вот прямо вертикально. Сондай жасап қойған. Сосын соған угодный адамдарды қойып қойған. Сіз енді қараңыз, анау мысалы даже вот қазақ фильм это мини соның бір көрінісі. Жаңа ана бастықтардың түрін қараңыз. Олар тек исполнительдер ана жақтан не айтады? Сосын басқа бір күштердің олар қолжаулықтары деп айтар едім. Сонда қарасаңыз біздің мәдениет неге осындай болды? Біздің өнер неге бұлай асып кетті? Бізде сол ана колонизаторлар тәрбиелеген адамдар, солар билікке келді. Көрдіңіз ба? Олар өзінің мәдениетін, өнерін жек көреді. У них вот кішкене не бар оларда, отчуждение дейді ғой, өздерінің мәдениетін тәрк еткенде, олар ойлайды, осы қазақтар бәле болды, түкі жоқ, сондай бір второсортный дейді да. Өзі қазақ бола тұра, они думают, что казахи второсортный народ. Көрдіңіз ба? Мына қазір министрлер солай ойлайды, өйткені сосын олар мына қазақ баласы, енді біз сияқты ауылдан шыққан, бәйге алса қуанбайды. Они даже радоваться не умеют. Өйткені олар мына ауылдан шыққан колхоз, ойбай колхозник Франциядан андай бәйге келді, ой, это же масқара ғой, это же для них катастрофа. Сондай адамдар бізді басқарып отыр. Көрдіңіз ба? А бұрын қалай еді? Бұрын Өзбек Жәнібеков уақытында это біз айтамыз, это советский эпоха, ойбай, сұмдық, атам, интеллигенция. Қазақ өнердегі жайнап тұрды. Кеше көрсетіп гүлдер құрылды, сазген құрылды, қаншама оркестрлар. Но все это было тоже
это было результатом огромной войны с функционерами. Это было результатом. Они же не просто так. Это люди пробивались, люди рисковали. Это война. Жоқ, бәрі олар тұлғалар болды ғой. Мысалы, Мүсіреповтер, Тұлға болды. Әуезовтер, Сәтбаевтар, они же во главе. Вот Қазақфильмді қараңыз. Кто стоял? Шәкен Айманов. Мысалы, Олжас Сүлейменов, Камал Смайылов. Қараңыз, эволюциясын қараңыз. Шәкен Айманов, Олжас Сүлейменов, Камал Смайылов кете береді. А сейчас кто? Айдар Омаров. Вот қараңыз. Министрлерді қараңыз. Сол кезде Өзбекәлі Жәнібеков, Ілияс Омаров, Жексенбек Еркінбеков, Дүйсен Қасейінов, министрлердің эволюциясын қараңыз. Келе береді. Вот прямо содан кейін, вот мына 2015 жылдан кейін, былай келе жатыр ғой, да? Как самолет қонып келе жатыр. И потом былай падает. Арыстан Мұхамедиұлы, Балаева, это же көрдіңіз ба? Сонда бір күштер, вот заинтересованный сияқты. Қазақ мәдениетінің, өнерінің көркеймеуіне, это, наверное, бір сыртқы күштер ме деп ойлаймын. Вот я пост писал же, вот прочитали, там же от Кремля что-то идет. Қазір анау тарихты жазып береміз. Российский пропаганда идет тотальный. Онда ескеру керек. И они попали вот этот, неге? Осы зонасына влияние на біздің қазіргі министрлер. Мен солай ойлаймын. Өйткені олар тым орысшыл. Олар қазақ мәдениетінің мүддесін қорғамайды. Олар қазақ мәдениетінің бас көтеруін тотальный уничтожает. Көрдіңіз ба? Біз мына, мен сізге айтайын. Мен бір мақала жаздым. Қай жыл екенім есімде жоқ. Біздің носительдер бар ғой біздің. Носитель казахской культуры, носители казахской музыкальной культуры. Бәрі өліп жатыр. Вот Сматай Үмбетбаев деген қобызшы қайтыс болды. Это последний магикан. 3000 жылдық қобыз мәдениетінің соңы. Все, одан кейін енді қобызшы болмайды. Это великий қобызшы 20 жыл үйінде жатты. Ешқайда шығарған жоқ. Сценаға шығармады. Ақшасы болған жоқ. Сосын ол жатты. Потому что он характері бар. Ол айтады, мені шақырсаңдар, мен 2 күй тартамын дейді. Ол айтады, сен 1 күй тартасың. Содан жек көреді. Ол өнерпаз деген это же личность. Онда характер бар. А бұлар ана характерді ойады, маған бағынбайды дейді. Олардың ойынша жаңағы, сіз оның алдында бүйтуіңіз керек. Ой, жаңағы туфлиін сүртуіңіз керек. Жаңа таңертең Фейсбукке парақшасында не жерлайды ғой. Вот я наблюдаю иногда біздің министрлерге. Ана жазады жаңағы. Ой, ана жағымпаздар прямо анаған өшіріп тұрады. Лайк басады, мақтайды. Ой, сіз бүгін кереметсіз. Вот. Сосын олардың қызметі өседі. А кто не лайканет, жаңағы пост жазбайды, оларды ол черный списке кіреді. Бұлай образно айтқанда. Мен сондай заман келе жатыр, көрдіңіз ба? Сонда қараңыз. Сонда ана Таласбек Әсемқұлов умер от бедности. Қорлықтан өлді. Ал титан болды. Жарқын Шәкәрім өлді. Мына Әмірхан Балқыбек өлді. Бәрі бесқолдный положениеге кірді. Көрдіңіз ба? Өмір бақи қорлық көрді олар. Сол қазаққа сәуле әкелген интеллигенция. А солар қазір солар азақ қалды. Қазір тотальный уничтожает. Жұмыс бермейді. Күн көрсетпейді. Вот я сколько уже безработный, например. Мен не істеп қойдым. Мен де носительмін. Они меня сейчас со мной что делают? Өзіңіз көріп отырсыз ғой. Көрдіңіз ба? А мен жазығым сонда. Мен жазығым, я носитель этой культуры. Мен кітап жазам, бүкіл музыка тарихын жазып жатырмын, білесіз. Они меня не дают, басып шығаруға мүмкіндік бермейді. Потому что я враг. Потому что у меня характер, ол шынды дейді, бунтар дейді жаңағы немен, там ярлықтар ілік қойған. Мынандай ярлықтар ілік қояды бізге. Апай сендер дейді. Я вообще вот саясатта вообще мен нем жоқ. Шаруам жоқ. А менде тек өнердің проблемасы. Мен өнер үшін шырылдаймын. Если вот анимация құрса қазір, все, бір мектеп кетеді, жойылады. Одан кейін оны невесомость кетеді. Одан кейін там не поймаешь, там ана Ернар Құрмашев, оны өзі-ақ өлтіреді. Жаңағы Иван Ардашовтар, вот это поп, который я вот публиковал, вот это. Вот мне вчера сказали, что попа теперь не будет. Ну, көрдіңіз ба? Все это, конечно, грустная огромная трагедия, все, что это... сейчас происходит, но
Я еще раз говорю, что спасибо вам огромное, что вы есть, не сдавайтесь. Вы, конечно, совершенно неуправляемый человек. Это, В каком смысле? это замечательно. Хорошо, что такие люди есть. Поэтому я желаю вам терпения, мужества. И еще раз говорю, мы готовы быть той площадкой, где организовывать вот эти вот встречи бизнеса с культурой казахоязычной и русскоязычной. То есть мы готовы об этом говорить. И Да, надо говорить. Сізге де рахмет.